Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің Балқаш қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 7-ші мектеп гимназиясы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Тілеубекова Мөлдір Манатбекқызы. Менің бүгін сіздермен тәжірибемен бөлісетін авторлық бағдарламамның тақырыбы абай шығармаларын адамгершілікке тәрбиелеу құралы ретінде пайдалану арқылы жазылым дағдыларын жетілдіру. Мақсатым абай шығармаларын оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу құралы ретінде пайдалана отырып, жазылым дағдыларын дамыту. Жалпы енді бағдарламаның 4 түрі бар екенін белгілі, білесіздер. Соның ішінде менің авторлық бағдарламам сауықтыру бағытындағы толықтырылған авторлық бағдарлама болып табылады. Неге деген сұрақ туындауы мүмкін? Себебі бұған дейін, яғни Білім және ғылым министрлігінің мектеп программасына абайтану курсын енгізгенге дейін өзімде абайтану авторлық бағдарламасы болған болатын. Сол бағдарламамды өңдеп, осы жазылым дағдыларына икемдеп, толықтырып, қайтадан ұсынып отырмын. Жалпы енді бұл авторлық бағдарламам бірнеше бөлімдерден, яғни 6 бөлімнен тұрады. Бұл жерде яғни түсініктеме хат, тұрақталу бөлімі, нормативтік бөлім, ақпараттық әдістемелік бөлім, әдістемелік нұсқаулық бөлім және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жалпы енді бұл бағдарламаның өзектілігі неде? Әлемдік білім беру үдерісінде несімен өзекті? Әлемдік білім беру үдерісінде жазылым дағдысын дамытудың әдіс тәсілдерін кеңінен қолдану 70-80 жылдардан бері өзекті. Микрофон сөндіре тұрсаңыз. 70-80 жылдардан бері өзекті, себебі осы жылдары жазылым дағдысын кешенді дамыту қажеттілігі мойындалған екен. Яғни әріптестер, өздеріңіз де білесіздер, мысалы жаңағы шетелге оқушылар оқуға түсетін болса, эссе жазу талап етіледі. Отандық білім беру үдерісінде несімен өзекті? 2016 жылдан бастап отандық білім беру үдерісінде жаңартылған оқу бағдарламасына кезең-кезеңмен көшу барысында оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту басты назарға алынған болатын. Яғни қазіргі уақытқа дейін біз осы оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуды басты назарға алып келеміз. Ал енді білім беру ұйымдарында несімен өзекті? Яғни білім беру ұйымдарында біртұтас тәрбие бағдарламасы деп жатамыз, яғни оқу мен тәрбиені, білім мен тәрбиені ұштастырып, оқушылардың бойында адамгершілік құндылықтарды сіңіру маңызды екені белгілі. Яғни абай шығармаларын осы тәрбие құралы ретінде қолдану арқылы оқушылардың бойында адамгершілік құндылықтарды сіңіру маңызды екен. Міне менің бағдарламамның өзектілігі осында. Енді бағдарламамның жаңалығы неде? Педагогикалық жаңалығы бұл оқушыларды абай шығармалары арқылы адамгершілікке тәрбиелеу және де жазылым дағдыларын дамытуда акты мүмкіндіктерін кеңінен қолдану. Жазылым дағдылы, яғни жазылым алды тапсырмалар барысында оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында жаңағы Learning Camps, Flippity, WordWall, Tarsia сияқты платформаларды қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығын арттырамын. Енді психологиялық жаңалығы әрине оқушылардың бұл жерде жеке қажеттіліктері, жас ерекшеліктері ескеріледі. Сонымен қоса бұл жерде мен оқушыларға қолдау білдіремін. Жазба жұмыстарын ұсыну барысында оқушыларға жазба жұмыстарының жаңағы алгоритмін ұсынамын. Яғни эссе жазу барысында оқушыларға эссе жазудың алгоритмін, мақала жазу, ертегі жазу барысында ертегі жазудың алгоритмдерін ұсыну арқылы оқушыларды мен қолдаймын. Сонымен қоса енді бағдарламаның міндеттеріне тоқталатын болсам, өздеріңіз білесіздер, яғни 399-шы бұйрықта осы тілдік дағдыларға қатысты әрбір сынып оқушыларының қандай дағдыларды меңгеру керектігі жазылған. Соның ішінде мысалы жаңағы жазылым дағдысы бойынша 6-шы сынып оқушылары жоспарын құру керек екен, әртүрлі жанрда мәтіндерді құрастыра алу керек екен, жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсына алу керек екен, эссе жаза алу керек екен, оқылым және тыңдалым материалдар негізінде жинақы мәтін жаза алу керек екен, мәтіндерді түзету және редакциялау қажет екен. Редакциялау
білу керек екен. Осы орайда мен енді мынандай міндеттерді негізге алдым. Яғни мәтіндердегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтай алады. Негізгі ақпараттарға сүйеніп жинақы мәтін жаза біледі. Мәтіндегі деректерді әртүрлі формада ұсынады, яғни диаграмма, кесте, сызба түрінде. Мәтіндерді салыстырады, дәлелдеп жазады, кейіпкер бейнесін сипаттайды. Сонымен қоса әңгіме, ертегі, ой толғау, эссе жазу машықтарын қалыптастыру, абай өлеңдеріндегі адамгершілік құндылықтарды шынайы өмірмен байланыстыру. Ешкімге керегі жоқ, бәрі сабақтың үйренеді деген міндеттерді негізге алған болатынмын. Жалпы енді тапсырмаларға тоқталатын болсам, әрине бұл жерде әрбір тапсырма 34 тақырып бар, 34 тақырыпта 3 тапсырмадан 102 тапсырма бар. Тапсырмалардың жүйесі спиральдік қағидатқа негізделген. Әрбір тақырыпта әрбір тақырып мәтіндермен қамтылған. Енді соның ішінде тапсырмаларға келетін болсам, ең бірінші тақырып мен бір жұмбақ адаммын деп, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойға деген кіріспе сабақтан басталады. Екінші тақырып ата тегі ондағы орта жүздің ұлығы. Бұл Абайдың өзінің жаңағы Әбдірахманға арналған өлеңден алынған үзінді, яғни ата тегі ондағы орта жүздің ұлығы, ана тегі ондағы өзен судың тынығы, екі алтыннан қосылған сом алтынның сынығы деген үзіндіден алынған. Бұл жерде енді мәтін беріледі. Мәтін бойынша оқушылар жаңағы Абайдың ата тегімен таныса отырады, және де бұл жердегі сабақ мақсаты мәтіндегі жаңағы деректерді негізге алып, сұрақтар құрастырады. Жаңа айтып кеттім мен, яғни оңайдан күрделіге қарай негізделген деп. Бұл жерде енді оңай тапсырма, жеңіл тапсырма, яғни оқушылар Флиппити платформасында осы мәтінге байланысты тірек сөздерді тауып және сұрау есімдерді қолдана отырып сұрақтар құрастырады. Екінші тақырып бұл жерде Зере ел анасы, Ұлжан оның жалғасы. Бұл жерде енді сабақ мақсатын өздеріңіз көріп отырсыздар. Негізгі және кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын кеңейтілген жоспар құрады деп тұр сабақ мақсаты. Енді оқу бағдарламасында бізде кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құрады деген оқу мақсаты бар. Енді бұл бағдарлама гимназия компоненті есебінен тереңдетілген болғандықтан, бұл жерде оқушылар қарапайым жоспар емес, кеңейтілген, яғни күрделі жоспар құрады. Жоспардың екі түрі бар екен білесіздер, яғни қарапайым жоспар және күрделі жоспар. Әрине мәтінді оқып шығады. Мәтінді оқығаннан кейін жаңа айтып өттім, оқушыларға мен қандай психологиялық жаңа қолдау білдіремін, психологиялық жаңалығы алгоритм ұсынамын деп. Бұл жерде мысалы күрделі жоспар құрудың қадамдары қандай? Мына осыны басшылыққа алып, оқушылар мәтін бойынша жоспар құрады. Енді бұл мақсатты тақырып ең жаңағы бас жағына алуымның себебі жалпы жазылым дұрыс жоспар құрудан басталады. Яғни дұрыс жоспар құра білсе, оқушы өзінің ойында жүйелі және нақты жеткізе алады. Сол себептен мына ең бірінші жаңағы оқушылар жоспар құруды үйренеді екен. Одан кейін енді сабақтың келесі тақырыбы бұл күз. Мысалы әріптестер арасында осы күз, қыс тақырыптарын, яғни жалпы Абайдың табиғат лирикасын бастауыш сыныпта өтті ғой деген сұрақ туындауы мүмкін. Дегенмен де бұл жерде сабақ мақсаты, яғни оқу мақсаты өзгеше. Жалпы жаңағы оқушылар жаңағы Абайдың табиғат лирикасының сыры табиғатты пейзаж күйінде ғана суреттеуінде емес, яғни оның ел тіршілігімен, халық өмірімен байланыстыра суреттеуінде екенін аша отырып, мынандай жазылым тапсырмаларын орындайды. Енді бұл жерде барлық тапсырмаларға жеке тоқтала алмаймын, жазылым алды бірнеше тапсырмалар бар. Соның ішінде енді өзіме ерекше әсер еткен қызықты тапсырмалардың бірі мынандай тапсырма. Яғни берілген суретке күз, алтын күз тақырыптарынан басқа ерекше креативті тақырып ұсын. Бір қарағанда бұл қарапайым тапсырма сияқты болып көрінгенмен, оқушыларды орындатан қызығушылығын тудырады және ойландыратын тапсырманың бірі. Сонымен қоса мұндай тапсырмалар пиза тапсырмаларында кездеседі. Енді әріптестер сіздермен кішкене практикалық жұмыс жасасақ деп ойлаймын. Осы сурет бойынша сіздер қандай күз және алтын күз тақырыбынан басқа, өзгеше, мысалы, күзгі орман тақырыптарынан басқаша ерекше қандай креативті тақырып ұсынар едіңіздер? Ойларыңызды ортаға салсаңыздар. Қандай ерекше креативті тақырып ұсынуға болады? Күз, күзгі орман, алтын күзден басқа.
Күз біздің қалада. Жақсы, рахмет. Тағы да әріптестер бар ма ойларыңыз қоса алатын? Осы сурет бойынша қандай ерекше тақырып ұсына алар едіңіздер? Жақсы, ендеше әріптестер, мен оқушылардың жазған тақырыптарын сіздерге оқып кеткім келеді. Жаңағы бұл жерде мына күздің күміс тыныштығы, күз келбеті көңілде қалады, күз табиғаттың өлеңі, күннің соңғы сәулесі, тыныштыққа толы алтын күз, сары жапырақ астындағы сыр, салқын самал мен сарғыш түс, сарғыш әлем, сарғайған жапырақтар сыбдыры деген сияқты ерекше тақырыптарды осындай ұсынған болатын. Әрине, мәтінді бастамас бұрын тақырыбымен байланыста ерекше мән берген дұрыс. Тақырыпты ерекше құрастырғаннан кейін оқушыда жазылым тапсырмасын көркем жазады деген ойдамын. Яғни бұл жерде оқушылар осы тақырыпты жазғаннан кейін, тақырып таңдағаннан кейін күз сипатын абайша бейнелеп жазылым жұмысын, яғни мәтін жазады. Келесі тапсырма бұл жерде қыс өлеңі. Бұлда да бастауышта бар. Оқушылар мазмұн өлеңді біледі, мазмұнын. Бұл жердегі енді сабақ мақсаты өзгеше. Сабақ мақсаты тірек сөздерді шығармашылықпен түрлендіріп, ертегі мәтінін. Яғни боран, долы, аққырау, ақсақалды, күн сәулесі сияқты сөздерді пайдаланып, тірек сөздерді пайдаланып, қар ханшайымы немесе күн сәулесі тақырыбында ертегі құрастырады. Және жоғарыда айтып кеттім, ертегі жазудың алгоритмі, яғни бірінші шимай жоспар құрып алу, ойыңызға алғаш келген оқиға мен кейіпкерлерді жазу, екінші, үшінші ертегінің композициялық құрылысына қарай реттік нөмірін қойып алады. Одан кейін реттік нөмір негізінде ертегіні ары қарай жазатын болады. Келесі тапсырма. Келесі тақырып ғылым таппай мақтанба өлеңі. Оқу бағдарламасында бар 6-шы сыныптың. Бұл жердегі сабақ мақсаты өзгеше, тағы да қайталап өтем, яғни өлең мазмұнын шынайы өмірмен байланыстырады, хат жазады. Тапсырма: Абайдың 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол нақыл сөзін негізге алып, үнемі ұялы телефонмен ойын ойнап, сабағын оқымайтын досыңа кеңес бере отырып хат жаз. Міне бұл жерде де хат жазудың алгоритмі ұсынылады оқушыға. Осы алгоритм негізінде оқушы тапсырманы орындау барысында қиналмайды. Осы алгоритмді басшылыққа алып, ары қарай жазатын болады. Келесі мәтін бұл Абай мен Әбіш әңгімесі мәтіні. Осы мәтін бойынша қаншама қызықты тапсырмалар ұйымдастыруға болады. Енді менікі жазылымға бағытталғандықтан, менің сабағымның мақсаты, яғни көтерілген мәселені анықтап, келісу немесе келіспеу эссесін жазады. Яғни бұл жерде де жаңағы эссе жазудың алгоритмі берілген, алгоритмді негізге алады. Абай мен Әбіш әңгімесін оқып, түсініп оқыңыз. Мәтінде көтерілген мәселе бойынша сенің ойыңша ақ зат асыл ма, қара зат асыл ма деген тақырыбында келісу немесе келіспеу эссесін жазады. Енді мен сіздерге, әріптестер, осы мәтінді қысқаша оқып айтып берсем, осы бойынша бір тапсырма орындасақ деймін. Яғни Абай өзінің баласы Әбдірахманды оқудан келгеннен кейін алымдылығымен жаңағы білімін сынамаққа мынадай сұрақ қойған екен. Қалқам Әбіш, осы жаратылыста ақ затты нәрсе асыл ма, әлде қара затты нәрсе асыл ма деп сұраған екен. Сонда Әбіш ақ затты нәрсе асыл ғой деген екен. Абай, олай емес, қара затты нәрсе асыл дегенде әкесінің бетіне қарап күлген оқудағы ұлы, қараны қалай асыл дейсіз деген екен. Сонда Абай, адам баласы барлық дүниедегі жаратылысты көзбен көреді, көздің ағы көрмейді, ортасындағы кішкене қарашығы көреді. Қараның асылдығына осы дәлел. Қағаз ақ, одан адам оқ білім алмайды, үстінде жазған қара сиядан өнер білім алады. Жас шақта адамның сақал шашы қара болады, қартайса ағарады, жас күнде ақыл білім қайрат көп болады. Ал шаш сақал ағарып қартайғанда ақыл білім қайрат азаяды деген екен. Мұхаммед пайғамбар Құдайдың дидарын көруге қараңғы түнде барыпты дейді. Күндіз ақ, жарықта бармапты, түн қара емес пе? Сондықтан ақтан қараны асылма деп ойлаймын деген екен. Сонда Әбіш, оның бәрін немен ойлап білдіңіз десе керек. Абай, ақылмен ойлап білдім дегенде, олай болса, ақыл мида болмай ма? Ми ақ зат емес пе? Ақ емес пе? Екінші ақыл жарық нұр зат.
Ол да аққа ұқсамай ма деп жауап берген екен. Тауып айтқан сөзіне ырза болған абай баласының маңдайынан иіскепті дейді. Енді осы орайда әріптестер, сіздерге мынандай сұрақ қойғым келеді. Сіздер ше, ақ затты нәрсе асыл ма осы ғаламда, әлде қара затты нәрсе асыл ма? Өздеріңіздің ойларыңызды бір-екі сөйлеммен ортаға салсаңыздар. Жауап бар ма, әріптестер? Жақсы, олай болса әрі қарай жіберейік. Келесі өте мазмұнды, оқушылардың бойында жаңағы адамгершілік құндылықтарды қалыптастыратын өлеңнің бірі, бұл әуелде бір суық мұз ақыл зерек өлеңі. Бұл жердегі мақсат өлең мазмұнының графиктік мәтін сызба иллюстрация түрінде жеткізіп, өз көзқарасын білдіреді. Яғни мына оқушылар өздерінің жаңағы өлең мазмұны бойынша өлеңнің мазмұнын суретпен берген, және де идеясы. Жүрек ақыл мен қайраттың тең және үйлесімді қызмет ету арқылы ғана адам толық адам бола алады дейді. Ақыл, ойлау, саралау, дұрыс шешім қабылдау қабілеті. Бұл жердегі қайрат, ерік, жігер, табандылық, белсенділік. Бұл жердегі жаңағы жүрек, мейірім, сезім, адамгершілік қасиеттерінің көзі дей отырып, мынандай түйін жасаған екен. Ақылмен өлшеп, жүрекпен сезініп барып әрекет ет. Ашуға берілгенде жүрекке, жоспар құрғанда ақылға жүгін. Ақыл қатал болса, жүрек жұмсартсын, ал жүрек әлсіз болса, ақыл бекемдесін деген түйін, өздерінің ойларын түйіндеген екен. Сонымен қоса, адам болу деген сөйлемді өз ойыңызбен толықтыр деген тапсырмада бір оқушы, адам болу деген ақыл мен жүректің үнін бірдей ести білу. Адам кейде ақылға жүгінсе, кейде жүрекпен сезініп шешім қабылдайды. Бірақ екеуін бірдей ескергенде ғана әділетті дұрыс әрекетке барады. Абай да толық адам болу үшін осы екеуін қатар ұстау керек дейді. Мен де өмірде шешім қабылдауда тек есеппен емес, шынайы ниетпен қарауға тырысамын деп жауап берген екен. Енді әрине әріптестер, барлық тапсырмаға тоқталып отыратын болсам, уақытым жетпейді, уақыттың тығыздығына байланысты. Енді осы тапсырмаларды сіздермен бөлісіп кеттім тәжірибемде. Енді жалпы өзімнің сөзімді қорытындылай келсем, Абай шығармаларына адамгершілікке тәрбиелеу құралы ретінде пайдалану арқылы жазылым дағдыларын жетілдіру авторлық бағдарлама оқушылардың Абай шығармалары негізінде адамгершілік құндылықтарды бойларына сіңіріп, әр жазылым дағдыларын дамытуға септігін тигізеді деген ойдамын. Жалпы енді осы жазылым дағдыларын жетілдіру үнемі басты назарымда. Оған дәлел, биылғы оқу жылында осы сыныпта оқитын Зәрібек Нұрдәулет облыстық клевер олимпиадасының бірінші орын иегері атанды. Сонымен қоса, Жарқын болашақ олимпиадасының жас қаламгер бағыты, яғни әңгіме, новелла жазу бойынша жаңағы Бөкенова Аружан оқушым облыс бойынша бірінші орын және республика бойынша үшінші орынды иеленген болатын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Енді әріптестер, кері байланыс беріп жіберсеңіздер, 3-2-1 әдісімен, яғни сізге ұнаған үш ақпарат қандай, сіз осы бөліскен тәжірибенің ішіндегі қай екі идеяны қолданасыз, және сізді қай бір ақпарат ойландырды, сізді ойландырған бір ақпарат қандай. Өз ойларыңызды айтып, тәжірибеме кері байланыс, осы бөліскен тәжірибеме кері байланыс беріп жүрсеңіздер. Саламатсыздар ма? Әріптесім Мөлдір Манатбекқызы, бүгінгі сіздің бізге осы әдіс тәсілдермен шеберлік сынып өткізіп жатқаныңызға өте көп рахметімізді айтамыз.
бізге практикалыққа өзі тиімді әдіс тәсілдермен танысып отырмыз. Рахмет. Болашақта осындай элективті курстарыңыз көбейе берсін деген пікір білдіремін. Рахмет сізге. Рахмет, әріптес. Тағы да әріптестер бар ма? Тағы да пікір білдіремін деген әріптестер бар ма? Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Абай мектебінен Қарағанды қаласы қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Саумалбаева Арай Тыштықбаевна. Бүгінгі мөлдір әріптесіміздің мынау бізге көрсетіп жатқан өз жұмысы өте ұнады. Енді өз тәжірибемізде бар ғой, дегенмен мөлдір әріптестен көп нәрсе алдық. Сізге үлкен рахмет. Еңбегіңіздің жемісін көріп, оқушыларыңыздың берген біліміңіздің жемісін көре беріңіз. Сізге үлкен алғыс әріптестер атынан. Рахмет. Тағы да әріптестер кері байланыс беретіндеріңіз бар ма? Осы бойынша, бағдарлама бойынша. Жақсы, ендеше аяқтай берейік. Қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыз, рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.